Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 25-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің сабағымыздың тақырыбы Ф дыбысы. Балалар, олай болса, ең бірінші Ф дыбысы туралы ақпараттарға назар аударайық, иә? Балалар, Ф дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс екен. Балалар, қатаң дауыссыз дыбыс дегеніміз аты айтып тұрғандай қатаң түрде айтылатын дыбыстар, иә? Сонымен қатар біз қатаң дауыссыз дыбыстарды ешқандай созып айта алмайды екенбіз, балалар, иә? Және де Ф дыбысы, Ф әріпі сөздің барлық буындарында келе береді екен. Мысалы, фабрика, телефон, телеграф. Және де біз алдыңғы сабақтарымызда дыбысы туралы өткен болатынбыз. Дыбысы естеріңде болса, тек сөздің басындағы әріпте ғана кездесетін еді. Яғни сөздің басында ғана кездесетін еді. Мысалы, эфир, элеватор, экипаж деген сөздердің барлығында ең бірінші әріпте ғана кездеседі, иә, дыбысы. Ол сөздің ортасында, соңында кездеспейді екен. Ал мінекей, бүгінгі сабағымызда, бүгінгі тақырыбымыздағы осы Ф дыбысы, ол сөздің барлық жерінде кездесе береді. Яғни соңында да. Мысалы, мынау телеграф деген сөзде сөздің ең соңғы әрпі болып тұр. Және фабрика деген сөзде сөздің ең бірінші әрпі болып тұр. Телефон деген сөзде сөздің әріптерінің арасында, яғни сөздің ортасында кездесіп тұр. Яғни Ф дыбысы сөздің барлық жерінде кездесе беретін дыбыс екен, балалар, иә? Ендеше, ең бірінші біздің 24-ші жаттығуымызға назар аударайық. Жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Ендеше жұмбақты оқимыз, және де жақсылап ойланамыз. Қос қоржынның артынып, қос құлақтай қалқиып тұратын бұл қай әріп дейді, балалар. Бұл әрине көзімізге елестетейікші, кәне. Қос қоржыны бар екен, құлаққа ұқсап кетеді екен, иә? Жаңағы қоржыны бір қарағанда құлаққа ұқсап кетеді екен. Бұл қандай әріп, балалар? Әрине, бүгінгі біздің сабағымыздағы Ф әріпі екен, балалар, иә? Және де біз Ф әріпі туралы не білеміз? Жаңа айтып өткендей, Ф әріпі қатаң дауыссыз дыбыс екен, балалар, иә? Сонымен қатар Ф дыбысы сөздің барлық жерінде кездесе береді екен, балалар. Және де 25-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді жатқа жаз дейді, балалар. Ендеше мен оқып берейін, сендер жақсылап тыңдаңдар. Фойеде ел жиналған, фестивальді тойлады. Фатима қыз финалда флейтада ойнады дейді, балалар. Бұл өлеңді жазған Абдрахман Асылбеков екен, балалар. Енді сұрақтарына назар аударайық. Өлеңдегі Ф дыбысы бар сөздердің мағынасын дереккөздерден қарап түсіндір дейді. Балалар, мен сендерге өлеңдегі Ф дыбысы бар сөздердің мағынасын дереккөздерден қарап төменге жазып қалдыратын боламын. Енді келесі сұрақ. Флейта қандай аспап? Тағы қандай музыкалық аспаптарды білесің дейді. Балалар, флейта үрмелі аспаптарға жатады екен. Үрмелі аспап дегеніміз, яғни біз аузымыз арқылы демімізбен үріп ойнайтын аспап. Үрмелі аспаптарға флейтадан басқа сырнай, сазсырнай, саксофон деген сияқты тағы да басқа үру арқылы ойнайтын аспаптар жатады екен, балалар, иә? Және де флейтадан басқа тағы қандай аспаптар білеміз? Домбыра, гитара, барабан, қобыз, виолончел сияқты көптеген бізде жаңағыдай аспаптарымыз бар екен, иә? Енді келесі сұрақ. Ф дыбысы бар сөздерді айтып, бұл дыбыстың айтылу ерекшелігін байқа дейді. Балалар, Ф дыбысы бар сөздерді бірге айтып шығайықшы, қане. Фойе, фестивальді, Фатима, финалда, флейтада. Балалар, Ф дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс, иә? Аты айтып тұрғанда біз Ф деп айтқан кезде қатаң түрде айтады екенбіз. Және де біз Ф дыбысын созып айта алмайды екенбіз. Мысалы, үнді дауыссыз дыбыстарды біз созып айта аламыз, иә? Мысалы, мінекей, деп созып айта алады екенбіз. Және де деген сияқты осылай үнді дауыссыз дыбыстарды созып айта алады екенбіз. Ал қатаң дыбыстар ешқандай созуға келмейді екен. Олар тек қатаң түрде айтылады екен, балалар, иә? Енді
26-шы жаттығуды оқимыз. Кәне мәтінді тыңда дейді. Мәтіннің тақырыбы қандай екен балалар? Доп ойнаймын деп дейді. Балалар енді мәтінді тыңдайық. Өскенбайға апасы балам күн кешкірді. Бұзауға бар деді. Өскенбай бұзау іздеуге шықты. Ауыл сыртында футбол ойнап жатқан балалардың қасынан өтіп бара жатқан. Әй, Өскенбай, мұнда кел. Бізге бір адам жетпей жеңіліп жатырмыз деп айғайлады балалардың біреуі. Аздап ойнайын деп ойлады да жүгіріп барып ойынға қосыла кетті. Ойынның қызығына беріліп кеткендіктен бұзау Өскенбайдың есінен шығып кетті. Және ары қарай көп нүкте қойылған екен. Енді сұрақтарға назар аударайық. Мәтін не туралы? Балалар, мәтін Өскенбайдың апасы бұзауға күн кеш болды, бұзауға барып, бұзауды айдап кел деп жұмсайды. Ал Өскенбай бұзауға кетіп бара жатып, жолдан кімдерді көреді? Балаларды көреді. Ал балалар не істеп жатыр екен? Доп ойнап жатыр екен. Балалардың ішіндегі біреу оған не деді? Өскенбай, мұнда кел. Бізге бір адам жетпей жатыр. Сол себепті біз жеңіліп жатырмыз деді. Бізбен бірге ойна деді. Ал Өскенбай аз ғана ойнай тұрамын деп ойынның қызығына беріліп кетті. Сосын оның апасының тапсырмасы есінен шығып кетті. Ал апасының тапсырмасы қандай еді? Бұзауға бару еді, Мінекей доп ойнаймын деп оның бұзауы есінен шығып кетті. Енді келесі сұрақ. Мәтін неліктен доп ойнаймын деп аталған? Сен қандай ат қояр едің дейді балалар. Мәтін неліктен доп ойнаймын деп аталды, себебі Өскенбайға әжесі тапсырма берді, Ал доп ойнаймын деп ол тапсырма Өскенбайдың есінен шығып кетті. Немесе бұл тапсырмаға доп ойнаймын деп дегеннен басқа қандай ат беруге болады балалар? Сендер бұл жаңағыдай мәтінге қандай тақырып қояр едіңдер? Бұл мәтінге ұмытшақ Өскенбай деп қоюымызға болады. Не болмаса доп ойнаған Өскенбай деп тақырып қоюымызға болады екен балалар. Енді келесі сұрақ. Мәтінді өзің жалғастырып қалай аяқталатынын болжа дейді балалар. Мәтінде қарасаңдар көп нүктемен аяқталған, яғни бұл жерде ой қорытындыланбаған, яғни мәтін бітпеген. Ал біз оны қалай бітіруімізге болады? Өзіміздің ойымызша болжауымыз керек, Яғни біз Өскенбайдың есінен бұзау Өскенбайдың есінен шығып кетті. Енді ары қарайғы жаңағыдай болатын нәрсені өзіміз болжап мәтінді аяқтауымыз керек. Өскенбай ойынның қызығына беріліп ойнап жүргенде апасы оны іздеп келді. Апасын көрген Өскенбайдың есіне бірден бұзауы түсті. Апасынан ұялғаннан қызарақтаған Өскенбай бірден бұзауға қарай бет алды. Бірақ қараңғы түсіп қалған болатын. Тоқтатып, екеуі бірге бұзауға барды. Мінекей балалар, біз мәтінімізді осылай толықтыруымызға, соңын осылай болжауымызға болады. Және де түрлі өздеріңнің ойларыңмен қалай болжайсыңдар. Бұдан да басқа өздеріңнің жаңағыдай ойларыңнан болжап мәтінді аяқтауларыңа болады балалар, Бұл мәтінді аяқтаудың көптеген жолдары бар екен. Келесі сұрағымыз. Төмендегі қай жауап сенің болжауыңа сәйкес келді? Ойыңмен бөліс дейді. Біріншісі, қараңғы түсіп кетсе де қорықпады. Бұзауды іздемеді, себебі қараңғыда қорықты. Үшінші, анасы оған ренжіді. Төртінші, бұзау өзі келді. Анасы оған ренжіген жоқ. Өскенбай анасынан кешірім сұрады дейді. Балалар, бұл жерде бірінші нұсқамыз менің болжауыма сәйкес келіп тұрған сияқты, себебі анасын көре салып ұялып қызарақтаған Өскенбай дереу бұзауға қарай бет алды, яғни қараңғы болса да қорыққан жоқ, ұялғаннан бұзауға қарай жол тартты. Бірақ апасы қараңғы түсіп қалғандықтан Өскенбаймен бірге баруды жөн көрді. Яғни Өскенбай анасымен бірге бұзауға барды, Енді балалар, біздің бүгінгі 25-ші сабағымызда өз соңына жетіпті. Олай болса, сендермен келесі 26-шы сабақта кездесетін боламыз. Олай болса, келесі кездескенше балалар. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойды ұмытпаңдар.